Саламатсыздар ма менің арнамның көрермендері? Мен бүгін сіздерге өзімнің мамандығым бойынша түзету дамыту сабағынан үзінді көрсетпекпін. Алдыменен менің арнама тіркеліп, лайк басып қоюды ұмытпаңыздар. Мен бүгін мектебіміздің 4-ші сынып оқушысы Жамшитпен өткізілген түзету сабағын көрсетпекпін. Кәнекей сабақты бастаймыз. Қазір бізде түзету дамыту сабағы болады. Алдыменен сөйлейтін саусақтармен жаттығу жасаймыз. Кәнекей, мына суретке қарап отыршы. Мынау ненің суреті? Үйдің. Кәнекей, бірге жасаймыз. Қолды былай жаса. Егіз тікте, қайталаймыз. Айталым. Егіз тікте үйшік тұр. Айталым. Оған барар жол жабық. Айтамыз. Оған жабық. Айқара ашық қақпаны. Ашық қақпаны. Шақырамыз. Шақырамыз қонаққа. Бізге қарашы, кімдер қонаққа келіп қалды. Неше түрлі міне жануарлар бізге қонаққа келіп қалды. Армысың ару күн, армысың жақсы дос, бос өтпей әрбір күн, білімге білім қос. Саламатсың ба, Жамшит? Саламатсыз ба, амандасамыз? Жақсы, саламатсыз ба? Олай болса, біз ары-қарай сабағымызды жалғастырамыз. Көрдің ба, бізге қонаққа кімдер келіп қалғанын? Кімдер мынау? Сиыр кепті, тышқан, піл, мысық. Көрдің ба, неше түрлі жануарлар бізге қонаққа келіпті. Не үшін келді? Бүгін Жамшит сабаққа қалай қатысады екен? Соны көреміз деп келіп отыр, көрдің ба? Бүгін сабаққа жақсы қатысамыз ба? Жақсы қатысамыз, Жамшит жақсы бала. Бүгін сабаққа жақсы қатысады. Олай болса, ары-қарай сабағымызды жалғастырамыз. Бүгін біз геометриялық пішіндермен танысамыз. Геометриялық пішіндермен таныспас бұрын біз бірінші түстерді ажыратып алайық. Біз қандай түстерді білеміз? Кәнекей, айтамыз. Қандай түс? Қызыл. Молодец. Мынау ше? Қызыл, сары, қызыл сары түс екен. Мынау ше? Мынау ше? Қанық көк, Мынау ашық түс екен, мынау көктің қанық түс екен, мынау сия көк. Жарайсың, ұмытпапсың. Қандай түстер бар екенін Жамшит ұмытпапты. Енді мына суретке қарай қой. Мына суретте ненің суреті? Қарындаштар, мынау қарындаштар ма? Қарындаштар, қара. Біреуі қандай екен? Ұзын екен, ұзын. Кейбіреуі ұзын екен. Кейбіреуі қандай екен? Қысқа екен, Жақсы, жарайсың. Мұнан қарашы. Ұзын, міне. Ұзын деген сөз бұлай жазылады. Көрдің бе? Кәнекей, бірге оқимыз. Ұзын. Мына қарындаштың түсі қандай? Қара. Қара қарындаш қандай екен? Ұзын екен, Ең қысқа қарындашты тапшы. Ең қысқасы қайсы? Суретке қараймыз. Ең кішкентай қысқасы қайсы? Қарындаштың ең кішкентай қайсы? Қандай түсі? Түсі қандай? Қандай екен түсі? Қызыл екен, Ең қысқа қарындаш. Мінекей, қалай жазылады? Қазір қараймыз. Қысқа деген сөз бұлай жазылады екен. Түсіне қойып қойдым. Көрдің ба? Мынау ең қысқа қарындаш, Бірге оқимыз. Қысқа. Енді менімен бірге айт. Қызыл. Басын көтеріп отырамыз. Қызыл. Басын көтер. Қарындаш қандай екен?
қысқа, иә? Жақсы, жарайсың. Мына қарындаш, қара қарындашқа қарағанда қысқарақ екен, иә, міне, қысқарақ. Бұл қысқарақ екен, ұзынға қарағанда. Ал қызылдың қасындағы сары қарындаш қысқаға қарағанда ұзынырақ екен, көрдің ба? Міне, осылай жазылады екен бұл сөздер, көрдің ба? Есімізге сақтап аламыз. Енді астында мынау ненің суреті? Бокал, иә? Шай ішетін бокал, иә? Дұрыс, молодец. Бокалдар қандай? Біреуі үлкен, иә? Үлкен. Ал біреуі қандай екен? Маленький, кішкентай екен, иә? Кішкентай. Біреуі орташа. Көлемдері әр түрлі екен. Маған түстерді айтып берші. Мынау қандай түс? Мен бүгін сабағымда геометриялық пішіндерді түсіндіру барысында түрлі көрнекіліктерді қолдандым. Сеген тақташаларын, коус текшелерін және перузер әдістемесі бойынша тапсырмаларды орындаттым. Бала бұл тапсырмаларды қызыға отырып орындады. Бұл тақырып бойынша 2-3 сабақ өткізілді. Себебі ауқымды тақырып болғандықтан бір сабақта тақырыптың мазмұнын ашу мүмкін емес. Мына көрнекіліктер осы сабақты ашу барысында қолданылған көрнекіліктерім. Бұл бала мектеп оқушысы болғандықтан міндетті түрде қима қағаздар, яғни әрбір заттың, іс-әрекеттің аты жазылған қима қағаздар мен сабақ өткізген өз нәтижесін береді деп ойлаймын. Бала есту арқылы ғана емес, көру арқылы да өзіне қажетті материалдарды есте сақтайтын болады. Осындай қажетті керемет сабақтарды көру үшін менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Көріп тамашалағандарыңыз үшін үлкен рахмет, сау болыңыздар.